Армысыздар, бұл сараптайымның кезекті шығарылымы. Осы жолы біз ақылы жолдар туралы айтамыз. Ақылы жолдармен жүрген кезде оның ақысын төлемей қойсақ не болады? Айыппұл төлеуге мәжбүрлей ме? Осыны нақтылап білдік, соңына дейін көріңіздер, айтамыз. 23 қарашадан бастап еліміздегі республикалық маңызы бар 7 жол ақылы болды. Атап айтқанда, Нұрсұлтан Павлодар, Қапшағай Талдықорған, Тараз Қайнар, Шымкент Тараз, Шымкент Қызылорда, Шымкент Ташкент, яғни Өзбекстанға дейінгі шекара Щучинск Көкшетау бағытында қатынау үшін төлемақы алынады. Енді тарқатып айтайын. Жалпы бүгінге дейін 4 ақылы жол учаскесі болған, ұзындығы 682 шақырым. Олар Нұрсұлтан Щучинск, Нұрсұлтан Теміртау, Алматы Қапшағай және Алматы Қорғас. Жоспар бойынша ақылы жолдардың ұзындығы 25 жылға дейін 11 мың шақырымға жетеді. Жаңа жолдардың ерекшелігі ақы алудың ашық жүйесі енгізілді. Төлем тек онлайн жүргізіледі. Жолдардың бойында бұрынғыдай терминалдар, шлагбаумдар орнатылмайды. Әр жерде аркалар орнатылған. Ол жерлердегі камера сіз қашан және қандай көлікпен өткеніңізді жазып алады да, сол бойынша төлем есептеледі. Тариф 2013 жылдан бері өзгерген жоқ. Для легкового автотранспорта это 1 километр стоимостью 1 тенге. Для грузового транспорта и общественного от 5 до 25 тенге в зависимости от грузоподъемности и мест, пассажирских мест. Необходимо отметить, что ставки платы за проезд в Казахстане самые низкие по сравнению с другими странами. Енді төлемге тоқталайық. Ескі жолдарда шлагбаумдар орнатылған. Ақшасын төлемесең өткізбейді. Ал жаңа жолдарда ондай жоқ, яғни төлемей өте беруге болады. Егер мүлде төлемей қойсақшы, не болады? Қазавтожолдың байланыс нөміріне хабарласып білдік. Тыңдайық. Сіз Қазавтожол ұлттық компаниясының байланыс орталығына хабарластыңыз. Әңгіме тоспаға жазылатынын ескертеміз. Сізге бірінші уведомление келеді, қарыз болдыңыз, мынандай төлеңіз деп. Сол кезде төлем жасамасаңыз, сізге уже штраф салынады, сосын ісіңізді сот жөндеушілерге хабарласады. Сот орындаушыларына. Қанша күннің ішінде төлеу керек сонда? Бір айдың ішінде уже төлем жасау керек. Бір айдың ішінде жасамаса штраф келеді, иә? Әне, төлемесең айыппұл. Айтпақша, сол жолдармен күнде жүретіндер бар ғой, мысалы Шортанда тұрып, Астанада, Қапшағайда тұрып, Алматыда жұмыс істейтіндер. Олар сол жолдармен таңда ар жаққа, кешке бер жаққа күнде қатынайды. Сол үшін де жеңілдік қарастырылған екен. Ол кісілер в основном, если машинасы сол аудандарға тіркелсе, жүретін жолдарында, ол кезде жылдық абонемент тіркеуге болады. Жылдық абонементті бір рет сатып алады 1000 теңгеге, сосын бір жыл тегін жүреді. Бұл ақша қайда жұмсалады? Қазавтожол компаниясының мәліметтері бойынша толықтай осы жолдарға бағытталады. Жөндеу жұмыстары жүргізіледі, сервис жақсарады. Ал жолдан түсетін ақша аз емес екенін статистика дәлелдеп тұр. Былтырғы жыл бойынша 5-7 миллиард теңге ақша біздің шотымызға түсті. Жәнегі біздің өзіміздің деміз бар, филиалымыз бар, жәнегі ақылы жолдарға байланысты. Сол ақшалардың бәрі түбегейлі сол жолдарды күтіп ұстауға, соларға және керекті материалдарды алуға, жәнегі сол жолды күтіп ұстау бойында жасап жатқан жұмыскерлерге төленетін қаражаттар. Жалпы Қазақстанда жолдардың ақылы болуы қаншалықты дұрыс? Көптеген дамыған елдерде бар тәжірибе бұл. Қазақстан жер аумағы бойынша әлемде 9-шы орын алады, оны бәріміз білеміз. Барлық елді мекендерді бір-бірімен жалғау үшін қыруар қаржы қажет болатын анық. Ал біздің бюджет мұндай салмақты көтере алмай тұр. Оған шұрық тесік жолдарымыз дәлел. Енді келесі мәселе, жолдарды ақылы қылу үшін жаңа жолдар салынады, немесе ескілері күрделі жөндеуден өтеді. Оған ақша қайдан алынады? Әрине, қазынадан. Қазынаға ақша қайдан келеді? Біздің салығымыздан. Сонда біздің салығымызға салынған жолдармен өту үшін неге біз ақша төлеу керекпіз? Я, бұл дұрыс сұрақ. Ақылы қылмаса да сол жолдарды бюджеттің ақшасына салатын еді ғой. Біз оны салған үшін емес, жағдайын жақсы қылып ұстап, сапалы деңгейде ұстап тұрған үшін төлейміз. Яғни бір салынғаннан кейін оны қайта жөндейміз деп бюджеттен қыруар ақша сұрамайды. Сол жылдар бойы біздің жүріп тұрғанымыз үшін жиналған ақшаға жөнделеді. Бірақ жиналған ақша жетпей қалды, есептен қате кетті деп қазынаға қайта қол салмасына кім кепіл? Олай болмайды деп үміттенейік, бірақ сенім жоқ. Айтпақша, ақылы жол сапалы болуы керек, сол үшін де енгізіліп жатыр ғой бұл жүйені. Ал бұрынғы ақылы жолдардың сапалы болғаны шамалы. Я, шұрық тесік емес, дегенмен барлық мәселе қыстың күні болады. Оны өзімізде көріп жүрміз ғой. Адам бойымен келетін қарлар апталап жатады, оны тазалауға құзыретті органдардың шамасы жетпейді.
Енді олай болмайды деп сендіріп отыр Қазавтожолдың өкілдері. Енді қызмет көрсету міндеті жеке компанияларға берілмек. Яғни жолдарды тазалау, жақсы ұстау мердігерлерге тапсырылады. Жаңа көлік қымбат, оның үстіне салондарда жетпей жатыр. Майын ауыстыру, жөндеу жұмыстары бар, салығы да МРП-мен бірге өсіп жатыр. Бензиннің бағасы да кетті ғой ана жаққа. Енді жолдар ақылы десек, таксистерге бағаны көтеруге мықты бір сылтау сияқты ғой мына. Не де болса ақылы жолдар енгізілді, енді сапасының қандай болатынын көреміз. Су жаңа көлікке мініп ап тақтайдай теп-тегіс жолдармен жүйіткі бұрынғыдан да қымбаттай түсетін сияқты. Әзірге осы арнаға жазылып пікір жазыңыздар, лайк басыңыздар. Жүздескенше.